Қайырлы күн достар, бүгін бізде жаңа сұхбат. Биология пәнінің мұғалімі, жас педагог. Бүгін бізде қонақта Айбек. Айбек, өзің жайлы айтып кетсең. Менің толық аты жөнім Берістен Айбек Батырханұлы. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Төменарқа ауылында 1997 жылы дүниеге келген. Ауылдық мектепте 223 орта мектебінде оқыдым. 2014 жылы сол мектепті тәмамдап, 2015 және 2019 жылдар аралығында Шоқан Уәлиханов атындағы университетте биология пәні мұғалім мамандығын бітірдім. Сен неліктен мұғалім мамандығын таңдадың? Мұғалім мамандығы өте жауапкершілікті мамандықтың бірі. Өзіме білім берген, мектеп қабырғасынан білім берген ұстаздарға қарап еліктеп, солардың өздерін ұстауы, білімдері, тиянақтылығы, соның барлығына қарап қызығып, осы мамандыққа, мұғалім мамандығына түстім оқуға. Және де сенің ата-анаң осы мұғалімдікке жақын? Менің анам мұғалім емес, бірақ та балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді. Бір жыл болды жұмыс істеп жатқанына. Қандай қиындықтар туындады басында? Жалпы ең алғашында осында 2019 жылдан бастап жұмыс атқарып жатырмын. Көкшетау қаласының 14-ші орта мектебінде. Жалпы бас кезінде қиындықтар болды. Ұжымның арқасында, өзінің жетекшінің арқасында, жалпы ол қиындықтарды оңай еңсердік десем болады. Ұжыммен араласу онша қиындыққа туылған жоқ. Олар өздеріне тартып, жақсы араласып кетті. Ал енді жұмысқа келетін болсақ, оқушылар жалпы басында қобалжулар болады. Ең бірінші, ең алғаш жұмысқа кіріскен екен, сабақ берген екен, міндетті түрде ондай қиындықтар болады. Бірақ айтарлықтай онша сабақ барысында ондай қиындықтар болған жоқ. Және де біз осы сұрақтарды дайындағанда осындай қызық сұрақ болды. Сен энергияны қайдан шертесің? Қаншалықты көп білген сайын оқушылар сен мамандығыңды қаншалықты жақсы көргізуге тырысқан сайын, сен одан мотивация аласың. Көп беруге тырысасың, одан да көп беруге. Бос уақыттардың болады, немен айналысасың? Мен бос уақытымда өзім гитарамен ән айтқанды ұнатамын. Сол шаршаған кездерде өзім сол гитара шертіп дегендей. Қазір 11-ші сынып оқушылары мұғалімдік мамандыққа түскісі келіп жатады. Оларға қандай кеңес берер едің? Бұл мұғалім мамандығы өте қадірлі мамандық деп айтып өттім басында. Және де өте жауапкершілікті жұмыс. Сондықтан да әрбір оқушы осы мамандыққа түсер алдында өзінің алдына мақсаты болу керек. Қандай не үшін таңдағаны және ары қарай қалай алып кете аламын деген осындай сұрақтар болу керек. Сондықтан да осы мамандыққа түскеннен кейін және де жұмыс атқару барысында осы мақсаттарға жете отырып жұмыс жасау керек. Міне сен жас мұғалімсің, сен бір жыл ғана жұмыс істедің, қазір 2-ші жыл жұмыс істеп жатсың. Сенің ойынша қандай мұғалім мамандығының артықшылықтары бар, қандай кемшіліктері бар? Кемшіліктерін көрген жоқпын, біріншіден. Ал енді артықшылықтарын айтатын болсам, балалармен жұмыс ең басты артықшылығы. Олардың жан дүниесімен танысу, олардың қалай сыйлайтыны, мұғалімдерге деген құрметі, сол сияқты ата-аналардың да мұғалімдерге құрметі, және осының барлығы осы мұғалім деген ардақты мамандықты бекер таңдамағанды түсінесің. Сол себептен осы басты артықшылықтары. Оқушылардан бөлек олардың ата-аналарынан немесе қандай бір сұрақтар, немесе олардан недовольство дейді ғой, сондай бір нәрсе туындаған жағдайлар болған жоқ па, немесе басқа мұғалімдер де жас болса қандай болды? Ата-аналар тарапынан ешқандай ондай арыз-шағымдар болған жоқ. Менің өзімнің жұмыс істеу осы барысында. Ал енді осы қазіргі кезде қашықтықтан оқыту кезінде көптеген қиыншылықтар болады, әрине. Ол енді оқушылардың сабаққа қатысуы деген сияқты
интернеттің нашарлығы деген сияқты әртүрлі қиындықтар болады. Бірақ оны ата-аналармен бірігіп жұмыс істей отыра осы қиындықтарды бірге шешіп отырмыз. Келесі біздің сұрағымыз осы қашықтықтан оқыту туралы. Сенің ойың және де оның да тағы артықшылықтары мен кемшіліктері. Пандемияға байланысты 2019-2020 жылдың 4-ші тоқсанынан бастап осы қашықтықтан оқытуға көшті. Жалпы мектептер республикамыздың енді осы қашықтықтан оқыту барысында ешқандай кемшіліктер жоқ деп айта алмаймын. Енді әрине кемшіліктер де болады, артықшылықтар болады. Мысалы, кемшіліктердің бірі ол мұғалім мен оқушының тікелей байланысы. Барлық енді 100% бір сыныптан 100% тікелей байланыс бола алмайды. Енді ол онлайн байланыс дейміз, яғни синхронды байланыс. Оның барлығы қазіргі оқыту платформаларында шешілген ол мәселелер. Қазіргі барлық мектептер жалпы онлайн мектеп оқыту платформасымен жұмыс жасайды. Оның бір тиімділігі оқушылармен синхронды байланыс орнатуға болады, асинхронды байланыс орнатуға болады. Яғни оқушыларға тапсырма бере отырып, ол оқушылар кез келген уақытта мұғаліммен тапсырмаларын кез келген уақытта жібере алады, тапсырмаларды орындап. Міне осы артықшылықтары бар. Сен бітіргеніне 1 жылдан асты, және де сенің группаластарының бір курста оқыған, мұғалім мамандығына оқыған студенттер қазір кейбіреулері мұғалім болып жатыр. Солар қалай сен ойлайсың, көбі орналасты ма мамандық бойынша, және де қалай олардың не айтады олар мұғалім мамандығы туралы, ойлары қандай? Жалпы осында оқуға түскенде біз оңтүстіктен солтүстікке, яғни серпін бағдарламасы арқылы оқуға түскен болатынбыз. Енді оқу бітіргеннен кейін әр қайсысы біреуі Астана болсын, біреуі Көкшетау, енді біреулер өзінің туған өлкелеріне жұмыс істеуге кетті. Енді әр қайсымыз елдің әр түкпірінде болсақ та бір-бірімізбен әлі де жақсы араласамыз. Олардың көбісі дерлік, жартысынан көбі осы мұғалім мамандығында жұмыс жасайды. Бір-бірімізбен әлі де тәжірибе алмасамыз, қандай қиындықтар болып жатыр, қандай әдістері бар осы оқыту барысында, сол бір-бірімізбен тәжірибе бөлісіп жүрген жайымыз бар. Айбек, келгеніне рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге өз уақытын бөліп қарағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.